іргеміздегі өзбек пен түркмен шариғаттың тұзағына түсіп, 7 атаға дейін қыз алыспау дәстүрін баяғыда ұмытты. Ендігі кезек түркі әлемінің қара шаңырағы қазаққа кеп тірелді. Біз қыл үстінде тұрмыз, артқа жол жоқ. Панфиловшылардың артқа жол жоқ, артымызда Москва деп ұрандатқаны секілді, біз де ұрандатып қарсы тұрар кез жетті. Жау ішімізде. Бұл жау осал емес, өйткені бұл көзге көрінбес жау. Қазақ әрқашанда алдына келген дұшпанды аш бөрідей талаған, көрінген жауын ойсыратқан. Ал енді бұл көзге көрінбес идеологиялық жау саясатына келгенде қазақ осалдық танытып жатыр. Себебі біз бұған рухани тұрғыдан дайын болмауымызда. Өйткені біз физикалық тұрғыдан мықты болып, ішімізге жау кіргізіп көрмегендіктен идеологиялық күреске осалмыз. Біз көрінген жауға мықты болдық, бірақ қазір қару емес сана соғысы жүріп жатыр. Сол үшін сананы оятып, өз ұлттық құндылықтарымызды қорғай білейік ағайын. Жүректерін қазақ деп соқсын, сонда ғана біз іргелі әрі бай, қуатты елге айналамыз. Тәңірі сенімі ол қазақтың іргетасы. Салт дәстүр, ұлттық құндылықтар бәрі осы сенімге байланысты. Дәстүрге де, ұлтқа да қалқан бола алатын, ұлы қорған бола алатын сенім ол тәңірлік.